Сенбі күні Табыс коммуналдық базарында ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Бұл жолы кезек бойынша Хромтау Шалқар ауданының кәсіпкерлері ірі қара еті мен көкөніс сүт өнімін сөреге қойды. Тауарлар арзан бағада сатылғандықтан сауда қызу жүрді. Шалқар ауданы мал шаруашылығымен айналысатын өлке. Жыл сайын осы салаға бет бұрғандар қатары көп. Мемлекеттік бағдарламаны тиімді пайдалана білген жергілікті шаруалар оның өнімін ұқсатып сатуға дағдыланған. Мәселен, бұл жолы облыс орталығына жылқы 4 ірі қараның еті мен 100 литр шұбат алып келген. Шалқардың өнімдеріне сұраныс жақсы. Әр айда біз келіп осы Табыс базарында өнімдерін өткіземіз. Ешқандай өнім кейін қарай қайтып көрген жоқ. Шалқардың етін жақсы тұтынады, еттерін, сүттерін жақсы. 20-30 литрде басқа да сүт өнімдерін әкелдік, құрт ірімшік әкелдік. Сонымен қатар Шалқар ауданындағы кәсіпкерлерден ұн өнімдерінің өнімдері қайта өңделген ет өнімдерін әкелдік. Халық жақсы тұтынып алып жатыр. Шынымен де Шалқардың етіне сұраныс бар. Жалпы мұндай жәрмеңкенің пайдасы сол, келушілер кәсіпкермен делдалсыз тікелей сауда жасайды. Шалқардың етін алуға әдейі келіп тұрмыз осы жерге. Шөбі, жемі бәрі өзіміздің ауылдық болғасын, өзімізге жанымызға жақын. Бағасы да өте тиімді болып тұр. Сол себепті әдейілеп осы жәрмеңкеге келіп тұрмыз. Правда, чуть дешевле, чем в магазине. Әрине, мұндағы баға дүкенмен салыстырғанда төмен. Өзім картоп, пиязды арзан бағада сатып алдым. Мұндай жәрмеңке жиі ұйымдастырылып тұрса дейміз. Ағарған, тары жарма, қаймақ май. Мына бәрі қазір емге қонымда осындай кезде бағалы өте әйтеуір қалтаға емес. Салмақ түспейді деген сияқты. Әрине өздеріміз жасаймыз, бала шағамызбенен, отбасымызбенен осы ағарған әр жердің өз жаңағы күнкөрісі ғой. Жасыратыным жоқ. Өтемі қалай болып жатыр, транс қалай болып жатыр? Енді жай жоқтан жақсы. Ал Хромтау ауданы болса ет сүт өнімінен басқа көкөністермен мақтанады. Табиғаты бау-бақшаға қолайлы өңірдің биылғы жиын терімі ойдағыдай өтті. Мамандардың айтуынша кәсіпкерлер жәрмеңкеге қатысуда белсенділік танытқан. Хромтау ауданы бойынша 4 бас мүйіз ірі қара, 2 бас жылқы, 8 бас қой, және одан бөлек өзіміздің сүт өнімдерімізді қатынастырып отыр. Осындай барлық баға қолжетімді. Осы Табысқа, облыстық әкімдікке алғысымызды білдіреміз. Осындай мүмкіндік беріп, осы біздің 8 шаруа қожалығымыз, бір агро құрылымымыз осыған белсене қатысып жатыр. Алдағы уақытта мұндай ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі жалғасын табады. Дархан Мектепай, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.